Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен осындай шоколадты бисквиттің рецептісімен бөлісетін боламын. Өте ортасы влажный болып шығады, ешқандай құрғақ болмайды. Керемет бисквит, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ол үшін ыдысымызға ұнымызды, какаомызды, ас содасын және де разрыхлительді салып араластырамыз. Бұл пирогтың бір ерекшелігі, ешқандай миксердің қажеті жоқ, жай ғана шанышқымен немесе венчикпен араластыра отырып пісіресіздер. Үстіне сүтімізді саламыз және 2 жұмыртқамызды саламыз. Барлық қоспаларын описанияға жазып кететін боламын. Және де соның үстіне шемішкі майымызды салып, секерді салып, барлығын біркелкі болғанша осылай венчиктің көмегімен араластырамыз. Бұл шоколадты бисквитті көптеген торттарға основа ретінде пайдаланады. Себебі өте оңай жасалады және жақсы көтеріледі. Енді осы тестімізға шәйнектегі сақылдап қайнап тұрған су құятын боламыз. Міндетті түрде жаңа қайнаған болу керек суымыз. Суды тестіға құйып, тез-тез араластырамыз. Бізде сұйықтау қоймалжың тесті пайда болады. Мен осындай 4 бұрышты формада пісірдім. Егер сіздер домалақ формада пісірулеріңіз келсе, 24-26 диагоналды формада пісірулеріңізге болады. Сол кезде бисквиттеріңіз биік болып шығады. Қызып тұрған пеште 180 градуста 40-50 минуттай пісіріп аламыз. Піскен-піспегенін деревянный шпажканың көмегімен білетін боламыз. Мен бетін шоколадты ганаштың көмегімен әрледім. Ол үшін ыстық сливкеге шоколадты араластырып, үстіне қантымызды салып, және сармайымызды салып, біркелкі болғанша араластырамыз. Бисквитіміздің барлық жерін осылай тесіп шығамыз. Үстіне шоколадты ганашымызды құя саламыз. Бұл шоколадты пирогты ешқашан торт пісіріп көрмеген кішкентай қыздар да жасай алады. Өте оңай, өте жеңіл рецепт, бірақ дәмі деген күшті болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, менің каналыма подписаться етіп қойыңыздар. Егер жасаған болсаңыздар, комментариямен бөлісіңіздер міндетті түрде. Және де лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын баршаңызға. Сау болыңыздар.